жай диск емес. Колодкілердің өзі карбоновый болады. Жалпы бұл машинаның полный кузовы пластмасс дегенде карбоновый пластик деп айтылады. Жай ғана пластмасс емес, ол деген өте мықты темір сияқты, және де өте жеңіл. Бұл автокөліктің кузовы әрі мықты болу керек, әрі автокөліктің салмағы жеңіл болу керек, өзіне қажетті скорость набирать ету үшін. Сол себепті карбон деген зат қолданады. Карбон деген зат ол өте қымбат оригиналдары. Енді ол карбоновый диск мынау темір емес. Осының өзі мынандай скоростағы, мынандай 500-600 лошадканы тоқтатып алу деген, енді есепке ала беріңіз. Карбон деген мықтылар қандай екен, не үшін қымбат екен. GMC ма, Корвет па? Шевролеттер. От шығаршы, от. Салон сүрейік. Ой, не қылдыңдар? Салон сүрейін өтін ғой. Болмайды ғой. Айналдырып көрсеттім. Салонын бір көрсек қазір. Комментарий жазады, салоны көрмедік қой деп. Қандай болады екен деген кезде сразу жауап беріп кетейін. Ойбай, отырып ішіне. Сиденьялары жабыстырып алады, анатомический, бүкіл дененің барлығын құшақтап тұратын сиденьялар мыналар. Драйв мод дейді. Мына жақта тек екі режим болатын шығар. Спорт плюс деген. Эконом деген режим болмайды ау бұларда. Вряд ли. Электронный табло. Төбесін полный вид ашып тастауға болады. Артын монитормен. Бос акустикада. Усиление стойкіде. Осындай салон.